Армысыздар. Бүгінгі күндегі қыркүйектің 23-і алдарыңызда колледж арнасының тележүргізушісі мен Гүлнар Дүйсенқызы. Баршаңызға жұмыс күндеріңізге сәттілік тілей отырып, тіл ғұмыры, ұлт ғұмыры атты апталығымызды бастаймыз. Сіздермен бірге колледж арнасының жаңалықтар жобасы. Әрі қарай апталықтың жоспарымен әріптесім Бану Күлбайқызы таныстырып өтеді. Қайырлы күн әріптестер. Аптаның бірінші күні 23-ші қыркүйек күні тіл ғұмыры, ұлт ғұмыры атты апталықтың ашылуына орай саптық жиын өткізіледі. Сейсенбі күні 24-ші қыркүйек. Бірінші курс топтар аралығында біртұтас тәрбие бағдарламасының жоспары бойынша ұлттық ойын ұл қазынасы атты спорттық эстафетасы ұйымдастырылуда. Сәрсенбінің сәтті күні 25-ші қыркүйек Қазақшаңыз қалай атты интеллектуалдық сайыс жоспарлануда. Бейсенбі күні 26-ші қыркүйек ағылшын тілі пәні бойынша Adventure Time атты іс-шара өткізіледі. Сонымен қатар қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің Абай Құнанбаевтың 17-ші қара сөзі тақырыбында ашық сабақ жоспарлануда. Күндердің сұлтаны жұма күні тілдер апталығының қорытындылау бойынша тіл ұлттың тірегі атты әдеби сазды кеш жоспарлануда. Назарларыңызға рахмет. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы тілдер күніне орай еліміздің танымал жұлдыздары да Шелек политехникалық колледжінің ұжымын құттықтап жылы лебіздерін білдіруде. Назар аударыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Алматы облысы еңбекші қазақ ауданы Шелек ауылындағы Шелек политехникалық колледждің Қуат Жұмағалиұлы басқаратын барша ұжымды тіл апталығымен біздің ана тіліміздің мәртебесі әрқашан асақтай берсін. Ол сіздердің қолдарыңызда. Ұстаз деген ұлы қасиет, ұстаз деген ұлы өнер. Сондықтан да сіздер тәрбиелеген шәкірттеріңіз, сенімдеріңіз ақтап, бір маманның иесі болсын. Әрдайым сіздердің колледждеріңізге тек қана жақсылық, табыс, шығармашылық, шабыт тілейміз. Сіздерге сенем жолдаушы Беларусь Республикасының Рудный қаласынан Бақыт Тұршаев. Аман болайық. Армысыздар, құрметті Шелек политехникалық колледждің ұжымы. Колледж директоры Қуат Құрманғалиұлы сіздерді тіл мерекесі апталығымен шын жүректен құттықтаймын. Әлемнің ғажап тілі, қазақ тілі жасасын. Қазақтың біртуар азаматы Ғабит Мүсірепов атамыз, ана тілін ұмытқан адам өз халқының болашағынан да, келешегінен де, өткенінен де қол үзеді дейді. Ал Қадыр Мырзалиев атамыз бір сөзінде, ұлт болудың бір емес бірнеше шарты бар. Ал солардың ең бастысы және ең негізгісі ол ұлттық тіл дейді. Қазақ тілі жасасын. Сіздерді құттықтап жатқан актер, режиссер Алмат Есім. Аман болыңыздар. Тілдер және әдебиет пән бірлестігінің оқытушыларымен таныс болыңыздар. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Турганова Гүзел Касымжановна. Орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Күлбаева Бану Күлбаевна. Ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Байжанисова Багила Нұрахметовна. Ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Құрманжанқызы Ғазиза. Және мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Жұмагулова Гүлнара Дүйсенқызы. At night.